Қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге осылай керемет болып шығатын, ауызда ерейтін меренга рулетін үйрететін боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға осылай жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Әйтпесе, жұмыртқамыздың ағы мүлде көпірмейтін болады. Осылай бүкіл жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Міне бәрін ажыратып алдық. Енді жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксерімізде тоже құрғақ болу керек. Егерде ыдысыңыз бен миксеріңіз құрғақ болмаса, алдын ала құрғатып алыңыз. Мінекей осылай жұмыртқаның ағы әппақ болған кезде қантымызды аз-аздан салып, осылай миксерлейтін боламыз. Осылай әппақ әдемі крем сияқты шығады. Міне қараңыздар, осылай керемет болып шығады крем секілді. Ыдысымызды төңкерген кезде мүлде ақпау керек. Енді шым-шым лимон қышқылын салатын боламыз. Және 1 секундтай миксерлейміз. Миксерледік. Енді кукуруз крахмалын салып, 1-2 секундтай тағы миксерлеп жібереміз. Міне меренгамыздың қамыры дайын болды. Енді пергамент қағазы төселген ыдысымызға осылай жайып шығамыз. Менде пергамент қағазы Баклан өте керемет пергамент қағаз. Осыны қолдансаңыздар өте керемет. Мінекей осылай рулетімізді бәрін түзу етіп, 4 бұрыш етіп жайып шығамыз листімізге. Осылай бәрін түзулеп шығамыз. Түзу болу керек. Сол кезде меренга рулетіміз бір тегіс болып шығады. Енді осылай бетін тегістеп аламыз. Мінекей әдемі етіп жандарын да бәрін бірдей тегістеп алдық. Енді зигзагпен осылай әдемі етіп сызып шығамыз. Бұлай сызбасаңыздар да болады. Әдемі көріну үшін мен осылай сызып шығамын. Мінекей қамырымыз дайын болды меренганың. Енді қызып тұрған пешімізде 150 градуста беті золотистый болғанша меренга рулетінің коржын пісіріп аламыз. Рулетіміз дайын болғанша кремімізді дайындаймыз. Салқын сливкиімізді осылай миксерлейтін боламыз. Сливки міндетті түрде салқын болу керек. Кем дегенде холодильникте 1 күн тұру керек. Әйтпесе креміңіз формасын ұстамайтын болады. Енді сахарная пудрамызды салып, және миксерлейтін боламыз. Сливки кішкене қоюлаған кезінде сахарная пудра, қаласаңыздар творожный сырды да салсаңыздар болады. Мінекей креміміз осылай дайын болды. Қатты миксерлеудің қажеті жоқ. Себебі сливкиіміз іріп кетуі мүмкін. Енді осылай кондитерский мешокқа креміміздің бәрін салып аламыз. Мінекей бәрін салып алдық. Меренга рулетіміз дайын болды. Енді осылай пергамент қағазға осылай аударып, пергамент қағазды алып тастаймыз рулеттегі. Кішкене рулетімізді соғысын салқындататын боламыз. Рулеттің қамыры міндетті түрде салқындаған болу керек. Салқындаған соң кремімізді осылай жағып шығамыз. Егерде салқындамай жатып жағып шықсаңыздар, креміңіз еріп кетуі мүмкін. Мінекей осылай кремнің бәрін жағып шықтық. Енді түзулейтін боламыз. Түзулеп
жан-жанына бәріне бірдей етіп жағып шығамыз. Мінекей кремнің бәрін жағып алдық. Енді бананды осылай қойып шығамыз. Бананның орнына басқа да жеміс-жидектерді қолдансаңыздар болады. Құлпынай, шие, немесе малина деген секілді. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қаласаңыздар, варенье тоже қолдансаңыздар болады. Варенье только қою болу керек. Енді осылай орехымызды сеуіп шығамыз. Осылай орехты көп сепсеңіздер де болады. Ұнатпасаңыздар, қолданбасаңыздар да болады. Орехпен бірақ керемет болып шығады. Енді пергамент қағаздың көмегімен осылай меренга рулетімізді орап шығамыз. Егер де қолмен орайтын болсаңыздар, меренга рулетіміз сынып кетуі мүмкін. Өте нәзік болғандықтан осылай пергамент қағаздың көмегімен орап аламыз. Содан соң осылай домалатып, жақсылап домалақ етіп біріктіріп аламыз. Мінекей осылай қолдың көмегімен осылай домалақ етіп түзелеп аламыз. Міндетті түрде пергамент қағазымен домалақ етіңіздер. Әйтпесе меренга рулетінің жаны сынып кетеді. Міне рулетіміз домалақ етіп тәрелкеге салып алдық. Осылай бетін әсемдейтін боламыз. Қалып кеткен кремді осылай бетіне жағып шығамыз. Содан соң бетін сәндеу үшін фруктыйды, мандаринді осылай қойып шығамыз. Мандариннің орнына клубникамен, шиемен әсемдесеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Қаласаңыздар, кивиді де қолдансаңыздар болады. Мінекей рулетіміз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.